Қайрат ойыншыларын осындай тамаша маусымнан кейін клуб басшылығы еркін агент ретінде таратып жіберсе, Қайрат ойыншылары мансабын қандай клубтарда жалғастырады екен? Қазақстан премьер-лигасының екінші рет қатарынан өткен Қайрат ойыншылары бір сәтке елестетші, Чемпиондар лигасының плей-офф кезеңіне шығып, әлемді таң қалдыруда. Соған орай олардың рейтингтері де өсті. Мысалы, Сатпаев 84, Громыко 85, Тапалов 83 және де Анарбеков 80. Көп ойыншылар жас және де қай клубта ойнайтынын қазір тексеріп көретін боламыз. Бірінші Офри Арат 27 жасында ағылшын премьер-лигасында бақ сынауға кетті. Оның командасы Ньюкасл және де рейтингі 82. Ал Рамазан Бағдатта ПСЖ командасы осы баладан бірдеңе шығады ау деп, потенциалы жоғары деп 19 жасында 78 рейтингпен өз командаларына қосты. Ал Олжас Байбек болса өзінің күшін Германияның Бундеслигасында сынауға кетті. Оның жасы небәрі 20-да және де рейтингі 79. Ал Қайрат командасының қанын ішіп болған Жоржиньо өзіне команда таба алмады. Бұл дегеніміз жақсы ма әлде жаман ба? Өздеріңіз жазып кетіңіздер. Ал Дамир Қасаблат болса түркиялық ағайындарға Галатасарай командасына кетті және де оның рейтингі 81-ге дейін өскен, жасы болса 23-те. Ал Луиш Матаны ағылшынның мықты клубтарының бірі Арсенал өз сапына қосқан және де ол меніңше қосалқы құрамда көбірек отыратын сияқты. Ал Александр Бринскийдің таңдаған командасы мен үшін түсініксіз. Бұл Мексика лигасындағы Америка командасына ауысқан, мүмкін Америка деп ойлап қалған болар. Ал Дастан Сатпаев бұл жолы Челси емес Манчестер Юнайтедті таңдап отыр. Егер де Челсиға кеткен кезде бұл өте қызық болатын еді.